Достар, осы видеода біз сіздермен гравитация туралы айтатын боламыз. Гравитация массасы бар кез келген денелер арасында болатын өзара тартылыс. Латын тілінен аударғанда гравитация ауырлық деген мағынаны білдіреді. Физикада гравитация массасы бар барлық заттардың өзара тартылуын тудыратын іргелі өзара әрекеттесу болып табылады. Гравитация төрт негізгі әсерлесудің ең әлсізі болып табылады. Күшті әсерлесуден шамамен 1038 есе, электромагниттік әсерлесуден 1036 есе, және әлсіз әсерлесуден 1029 есе әлсіз. Нәтижесінде субатомдық бөлшектер деңгейінде ол айтарлықтай әсер етпейді. Дегенмен гравитация макроскопиялық масштабтағы объектілер арасындағы ең маңызды өзара әрекеттесу болып табылады және астрономиялық жүйелердің тепе-теңдігі мен тұрақтылығының негізгі шарттарын анықтайды. Гравитация болмаса, әлемде планеталар, жұлдыздар, галактикалар немесе қара құрдымдар болмас еді. Гравитациялық сығылу жұлдыздар эволюциясының кейінгі кезеңдерінде ақ ергежейлілер, нейтрондық жұлдыздар, қара құрдымдар негізгі энергия көзі болып табылады. Әлемдегі бастапқы газ тәрізді материя гравитациялық тартылыс нәтижесінде бірігіп, жұлдыздардың пайда болуына себеп болды. Олар ақырында галактикаларға айналды. Сондықтан да гравитация әлемдегі көптеген ауқымды құрылымдарға жауап береді. Адамзат ғарышты алғаш игергеннен кейін ғана гравитациялық күш әсерінің адам ағзасының қалыптасып тұру үшін қаншалықты маңызды екенін түсінді. Атап айтатын болсақ, гравитацияның адам ағзасындағы қан айналымына және сүйектерге түсіретін әсері айтарлықтай. Осы жоғарыда айтылғандарға негізделе отырып, ғалымдар тартылыс күші жердің тартылыс күшінен 4 есе артық болғанда адам тиімді қозғала алмайтынын анықтады. Егер өзара әсерлесу жылдамдығы жарық жылдамдығымен салыстырғанда біршама әлсіз болып, денелер баяу қозғалатын болса, Ньютонның бүкіл әлемдік тартылыс заңы қолданылады. Жалпы жағдайда Эйнштейннің жалпы салыстырмалылық теориясы қолданылады. Салыстырмалылықтың жалпы теориясын стандартты тұрғысынан алғанда, гравитация бастапқыда күштердің әрекеттесуі ретінде емес, кеңістік пен уақыттың бұрмалануының көрінісі ретінде қарастырылады. Гравитацияның әсер ету диапазоны шексіз деп қарастыруға болады, бірақ объектілер бір-бірінен алыстаған сайын оның әсері әлсірейді. Гравитация адамзат басқара алмайтын өте күрделі факторлардың бірі болып табылады, бірақ та ғалымдар қазіргі уақытта осы мәселені шешуді қолға алып, зерттеулер жүргізуде. Каналға жазылып, лайк, коммент қалдырып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.